құрметті әріптестер, депутаттар, мына жас буын жиналып жатқан бүгінгі мәселенің беташары бәрімізге белгілі, жиналған себебіміз де белгілі. Сондықтан да біздің ата қазақ бабамыздан қалған бір үлкен дәстүрлі мәдени өзіміздің сақтау, жол сақтау, өзіміздің бір дәріс дүниеміз бар. Сондықтан да келесі сөзді өзімнің 2 апта болып бұл кітап шығарды. Осы ортада отырған қорғаныс министрінің генерал-лейтенанты, тарих ғылымының докторы, осы кітаптың білдей авторы Тасболат Абай Бөлекбайұлына берсек деген ұсыныс бар. Қолдасаңыздар, қол шапалақтайық. Абай Бөлекбайұлы. Сосын мен жалғастырамын. Бірінші қандай кітаптар шықпай жатыр. Бірінші қорғаныс министріге рахметін айтамыз. Екінші Арманжан саған рахметін айтамыз. Осындай орталықта бауырларымызды жинап тұсаукесер рәсіміне кірісіп жатырмыз. Әлия Молдағұловна кім білмейді, бірақ мына кітаптың феномені дұрыс. Бүркітжан айтып кеттіңіз. Жаңғыз соғыста қалай болған емес, сол жас кезінен қалай тәрбиеленіп, қандай осындай деңгейге жеткен деген мәселе. Мына феномені дегеніміз бар ғой, бәрін енді айта бермей. Дұрыс, 17 жас. Бұл жастарға керек. Келешегімізге керек апырмай. 17 жас, 18 жас, 17 жас. Өз қосып бір жылдың сол соғысқа кеткен снайперский мектепте. Ол бір ме феномені? Қайтадан еліне келгісі келмеймін деп, соғыста боламын мен, отанымызды қорғаймын деп. Феномені қандай, 17-18 жасында. Оны снайперский мектепте соны қалдырғысы да келген. Жоқ, мен соны қайда. Патриоттық сезім қайда жатыр, Мұны кейде айтамыз ғой, патриоттық сезім, тәрбие, отанды сүйем. Қазіргі уақытта бізге керек. Қалай болатынын, ертең қайда, не болатынын елімізде ешкім айта алмайды. Сондай уақытқа келдік. Патриоттық сезім, бүгінгі күні отанды сүю, қалай сүю? Оның бағыттары көп бағыттар. Соның біреуі тарих, бұрынғы тарих пен бүгінгі тарих. Соны дәлелдеп, сол мына кітапта бар ғой. Қаншама деректері, қандай хаттарды сол жақтан жазып, біріне жазып жүрген. Қиыншыл уақытта соғыста жазылған. Еріншектік бізде қазір де бар. Патриотты сүйетін қалай болады? Қалай сүйемін? Отанды қалай сүйемін? Патриоттық сезім. Соның бәрі мынаdır. Мына кітапты оққанда көзіме жас келеді. 78 Матвеева айтады подружкасы. 78 фашист өлтірген, ал ақырғы соғысында, ақырғы шайқасында 12 автоматты алып тұрып 12 фашист өлтірген. Сонда 18 жасар адам 19-ға кеткен. Мынандай снайперский винтовка, мы как военные люди. Это снайперская винтовка слабая, если на то пошло. Но 78 фашистов и юная девочка, даже не девушка, девочка, поражает 78 вот такой. Сейчас снайперские винтовки суперсовременные. Может ли кто-то так владеть таким оружием? Вот где феномен, одно из них. 18 лет, представьте себе. А теперь школа. Вот касается, мына жерде біздің Олжабаев, сен жуырда ғана келдің, Марат қайда? Поднимись, пожалуйста. Вот ты сейчас возглавляешь ДВОН, Департамент военного образования и науки.
Нам надо программы менять, ужесточать. Я как бывший начальник академии и курирующий, бывший замминистром обороны, мы лелеем порой людей. В программах лелеем. А вы представьте себе, 97-й страницы здесь и 101-й страницы, почитайте. Суровый распорядок дня описывает. Суровые подходы. Это в сложное то время. В снайперской школе за 5 месяцев, вот 70 результат. Выполняет упражнения, стреляет с вышки, с этажей, с деревьев и так далее. В суровых условиях. Худаяй. А мы сейчас идеальные условия создаем для наших будущих офицеров. Вот что надо, менять надо. Осының ішінде қарап, көзіңнен жас келеді. Мұны оқысаңдар. Отыра ғой. И вот мы иногда расписываем, вот, хвалимся, вот, мы воюем, или там на учениях и так далее. 13 қаңтарда, 13 января пишет Сапураға жазады. Перед смертью, завтра уже все, она на наступление идет и погибает, да? Поднимает роту. Привет тебе, Родина. Нарши. Здравствуй, дорогая моя Сапура. Хочется писать тебе чаще, но обстоятельства не позволяют. Писала тебе и в ответ, наверное, несколько раз. Но дошли послания до тебя или нет, не знаю. На днях, не удивляйся, если долго не будет от меня писем, она перед наступлением, но она не пишет. Пиши на этот адрес, ты узнаешь причину. Пиши от меня привет дяде, тете и всем родственникам. Если увидишь, то поцелуй за меня малышей. Пиши чаще о своем здоровье, о жизни. Не о себе говори, о здоровье она Сапураном. Писать больше не буду, так как всю душу не изложишь. Пиши только, дорогая, часто-часто. Целую, Лилия, привет. От кочевников наших 13 января. Он еще қаңтар, от 14 поднимает. Феномен в чем заключается? То, что она коротко пишет не о войне, что она идет в бой. Феномен. 18 лет. Без хвастовства, без ничего. И самое главное теперь еще какой феномен. Кто ее учил? Вот патриотизм, патриоттық сезім қандай биігай, отан сүю. Поднимает роту. Роту поднимает, это тот командир роты, он тяжело ранен, погибает. Роту поднимает 18-летний, а там все головы. Потому что это казачиха. Мы изучали эту систему обороны этого гитлеровцев. Мощнейшая система обороны, потому что это самый главный узел был. Наши наступают, естественно, вот они, вот Алена, внизу. А они укреплены, вот укреплены сверху, как птичек они расстреливают. И при этом она поднимает роту, а ей в целом и батальон. И занимает казачок. Это разве не феномен? Вот, Маратчан, нам надо учить будущих офицеров чему? Тому, это должно быть настольная книга. Вот без я вас ударил. Вообще на войну с Казахстана было 7474 девушек и женщин участвовали. Во, из них вот наши трое герои нашей страны. Мы не должны забывать это. И мы должны не просто прочитать и так далее, а вот именно на молодому поколению доводить. Тогда мы біздің ата-бабаларымыздың бұрын кездерден қан төгіп, они что, не хотели жить, что ли, как мы сейчас живем? Хотели. Бірақ қан төгіп, осы отанымызға, тәуелсіздігімізге. А олай болатын болса, біз ана жастарды дұрыстап дайындауымыз керек. Тәуелсіздігімізді құрып, биік мәртебесі асқақтай беріп, Жанар, саған рахмет, жаным алтыным. Много что ты сделала. Много, очень много сделала. Айналады, аман жүр. Тәуелсіздігімізді құрып, биік болып, мәртебесі асқақтай беріп, біздің елімізде осындай әлия молда болудай батырларымыз көп болсын, құрметті. Ну вот теперь легче станет сейчас мне выступать. После Абай Бөлекбай. Рахмет сізге, Абай Бөлекбайұлы. Ардақты ағайын, құрметті депутаттар, қадірлі қонақтар.
және оқырмандар, оның ішінде жас буын бүгінгі өкілдер келіп отқан. Бүгінгі осы мәртебелі тұсаукесерімізге жиналып отқан қонақтардың аты жөндерін де таныстырып өтейін. Бүркітбай Аяған Гелманұлы жаңа шығып бірінші сөз сөйлеп бәрімізді мағлұматқа толық тойдырған ағамыз ортада отыр. Екінші Еспай Амангелді Әбдікәрімұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты. Орынбасар Бекболат Ғимаратұлы, бұл да қазір келіп қалады. Бөлежанов Төлеген Еркінұлы, Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің аппарат басшысы. Молдабаев Сарқытбек Сәрсенбайұлы, заң ғылымының докторы, профессор, полковник ортамызда отыр. Алматы облысынан келіп отыр. Қайболға Талғат Мамырайұлы, генерал-лейтенант, мемлекеттік қайраткер. Мақсұтова Жанар Туғанбайқызы, маған бір айтып рахметімізді жаудырып отырмыз. Ақтөбе облысының Әлия Молдағұлова атындағы мемориалдық музейдің директоры. Ортамызда Әсенов Арман Тұрсынбайұлы, өзімізге белгілі, бүкіл Қазақстан халқы біледі, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің ұлттық әскери патриоттық орталығының директоры. Рахмет сізге де, маңындағы осы барлық үйлесімдердің бәрін келтіріп отырғаныңызға. Сырғабаева Ақмарал Төреханқызы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің өзара байланыс жасау бөлімінің меңгерушісі. Сүлейменов Вадим Мұратұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің өзара байланыс жасау бөлімінің меңгерушісінің орынбасары. Ысқақова Гүлсім Келімбетқызы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің өзара байланыс жасау бөлімінің сектор меңгерушісі. Мендібаева Қарлығаш Семейханқызы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының өзара байланыс жасау бөлімінің сектор меңгерушісі. Қожаев Диас Қайратұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетімен өзара байланыс жасау бөлімінің бас консультанты. Арзанбекова Сәуле Аманбайқызы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутатының көмекшісі. Тәжіханов Абылайхан, Қазақстан Республикасы парламент сенат депутатының көмекшісі. Сейітқамалов Ринат, Қазақстан Республикасы парламент сенаты депутатының көмекшісі және аталған комитеттің төрағасының тікелей көмекшісі. Әзіретқұлов Рамазан Дінмұхаммедұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенат депутатының көмекшісі. Шақуалиев Сұлтан Кенжебекұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенат депутатының көмекшісі. Тілеубергенов Рахмет Кеңесұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенат депутатының көмекшісі. Абдрахманов Мадияр Мұхтарұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенат депутатының көмекшісі. Тұрапбай Сүлеймен Әбдікәрімұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенат депутатының көмекшісі. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ұлттық әскери патриоттық орталығының қызметкерлері және де Жаслан ұйымының жас буын өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, бүгінгі қатысу осы мерейлі күннің қатысушылары. Енді тағы да айтайын, ардақты ағайын, құрметті депутаттар, қадірлі қонақтар мен оқырмандар, Ұлы Отан соғысының аты аңызға айналған қаһарманы, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың есімі қазақ халқы үшін ерлік пен өрліктің, отан сүйгіштік пен рух биіктігінің мәңгілік символына айналды. Оның қысқада жарқын ғұмыры елге деген шексіз сүйіспеншіліктің, қайсарлық пен батырлықтың теңдессіз үлгісі. Әлияның ерлігі халық жадында, ұрпақ жүрегінде өшпес рухани құндылық болып қала бермек. Жастайынан өжеттігімен, табандылығымен және қайсар мінезімен ерекшеленген Әлия Молдағұлова тағдырдың талай сынағынан өтіп, отан үшін от кешкен майдан даласында шыңдалды. 1943 жылы небәрі 18 жасында майданға аттанып, солтүстік батыс майданда оңдаған жаудың жойып, қаһармандықтың жарқын үлгісін көрсетті. Соңғы шайқаста командирі қаза тапқан сәтте бұл жауынгерлерін бауырларым алға деп ұрандар шабуылға бастап шықты.
Әлия ерлікпен қаза тапқанымен оның есімі ел есінде өшпес даңқ болып мәңгі қалды. 1944 жылы ол халқына сіңірген ерен еңбегі мен теңдессіз ерлігі үшін Кеңес одағының батыр атағын лайық деп танылды. Әлия Молдағұлованың өнегелі өмір жолы мен ерлігі тәуелсіз Қазақстан ұрпағы үшін мәңгілік тағылым. Оның құрметінде Ақтөбе облысындағы ауылға, еліміздің астанасы мен өзге де қалалардағы көшелерге есімдер беріліп, Мәскеу мен Санкт-Петербург қалаларында да мәңгілік ұлықталды. Батыр қыз қаза тапқан жерде мемориалдық кешен бой көтеріп, асыл бейнесі әдебиет пен өнер туындыларында жаңғыра түсті. Осы қолдарыңыздағы кітап Әлия Молдағұлованың 100 жылдық мерейтойына арналған тағылымды еңбек. Бұл еңбектің басты мақсаты жас ұрпаққа батыр қыздың ғұмырынан өнеге ұсыну. Олардың жүрегінде отанға деген сүйіспеншілікті, ел қорғауға деген асқақ патриоттық сезімді нығайту. Әлияның асқақ рухы қазақ халқының бостандық пен тәуелсіздік жолындағы күресінің мәңгілік айғағы. Ұлтымыздың асыл мұрасына айналған батырдың есімі ел жадында мәңгі жасай береді. Бүгінгі жиналған қонақтарға мыңда бір рахмет. Еліміздің көркейіп өсуіне, оның рухыменен патриоттық сезімінің нығаюында жолда бірлігіп еңбек етейік деген көңіл білдіремін. Рахмет бәріңізге.